Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін грибок ауруларын үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Грибок аурулары бүгінгі таңда жиі кездеседі. Бұл жағымсыз проблеманы адамдардан құтқару үшін мүмкіндігінше тезірек емдеуге болады. Ең жақсы жолы табиғи емдік жақпа майлар болып табылады. Қолдың тырнағындағы грибокты емдеу үшін кофені қою қылып шығарыңыз да тұнбасына саусақтарыңызды салыңыз. Шөкпелерді шайқамай салғаныңыз дұрыс. Бұл әдіс аяқтағы грибокты да жақсы емдейді. Өкшедегі қалыңдап бара жатқан теріні жұмсартады. Күнде кешке қайталап тұрғаныңыз үшін. Сол кезде теріңіз жұмсарып, ауырғаны басылады. Тағы да бір әдіс – майонез. Майонездің 200 граммдық банкасына уксустың эссенциясын құйып, оған жұмыртқаны қабығымен салып қойыңыз. Қараңғы жерде жұмыртқа толығымен еріп кеткенше тұрсын. Еріп болған соң жұқа пленканы алып тастайсыз. Ендігі жерде даяр болған ерітіндіге 1 шай қасық сары май қосып араластырыңыз. Сосын қоймалжың май ала аласыз. Алынған жақпа майды басқа ыдысқа ауыстырып алсаңыз болады. Ертең ерте және кешке бүлінген тырнақтарыңызға жағып тұрғаныңыз дұрыс. Ол үшін ауру аяғыңыз бен қолыңызды жақсылап булауға салып, шым-шым ыстық суға булаңыз да артынша құрғақ сөгілмен кептіре сүртіңіз. Сосын жақпа майды аяғыңызға жағып қойыңыз. Тырнағыңыз болса 4 қабат дәкеге жағылған майды қойыңыз. Тырнақтың үстіне майды жағып болған соң сыртынан целлофан, оның үстінен бинтпен орап тастаңыз. Тырнақ жұмсарып көтерілген кезде дәз кеткен жерлерін қырқып тастайсыз. Грибоктың залалы бар тырнақ пен терінің тез жазылып кетуіне бірден бір ем. Тағы да бір әдіс – сүттіген. Сүттігеннің бір түбірін 2-3 литр қайнаған суға салып, ыдысын жылы орап, 2 сағатқа қалдырыңыз. Грибогі бар аяғыңызды не қолыңызды шым-шым ыстық тұнбада 30-40 минут ұстаңыз. 2 күн сайын қайталап отырғаныңыз жөн. Соңынан қабықшаларын алып тастайсыз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.